Юй Яньи Пентала Хари Кришна клубтық командалық Европа чемпионаты. С4 ағылшын бастамасы Е5, Ж3, С6, Д4. Орталық қопарамыз. Д6, АЦ3, АТФ6, піл Ж2. Фианкетті мәселесі. Піл Е6 және Д5. Мүмкіндік бар болса, әрине қарсыластың аумағына кіру керек. Алдық. Піл Д7, АТФ3, Б5. Пентала Хари Кришна не істеп атқанын өзі түсініп тұрма, түсінбей тұрма деген сұрақ менде туындайды. Піл Ж5. Біз барлық ойыншыларды асықпай іске қосамыз. Ат 6, рокировка Б4 және ат негізгі орталыққа келді. Біз дайынбыз, ал қарсылас дайын емес. Өйткені рокировка жасаған жоқ, фигураларды іске қосқан жоқ. Піл Е7 және атпен негізгі орталықтағы сарбазды аламыз. Бұл жерде ештеңеден қорықпаймыз, себебі болашақта D6 деген іс-әрекетіміз бар. Мына жерге шабуыл жасаймыз. Соң болашақта мына тураныңды түбіне жетудің әртүрлі амалдары бар. Алдық және алдық. Ат Ж3, ат F6 шах. Енді ойлаған шығар қарсылас деген, қазір асықпай, аптықпай мынаны алам мына жердегі. Жоқ, ондай мүмкіндік берілмейді. ЖФ, HG. Сонымен шын мәнінде ойын аяқталды. Тағы бір ескертем, міне осы жерден көрсетем, бұлардың деңгейіндегі 2720 деген адамдардың деңгейінде барлық шешілді. Мысалы, бұл жерде мәселе өткені бұлай, бәрі тоқтап тұр және мұның барлығы шашылып атқаны түсінікті. Алдық, шах және бұлай. Болды. Шын мәнінде мына ат деген өте нашар, мына пілдің мүмкіндігі көп, қас көресіздер. С5, тура С1, бұлай және тура С4. Көріңіздер ме? Тура деген ашық жолдарды әдемі пайдалана алады. Тек қана тік жол емес және дағда көлденең жолдарды пайдаланудың амалы. Бұлай тура H4, вәзір D2, A3. Әрине АБ деп жүрмейміз, өткені мына аттың мүмкіндігін, мына тураның іске қосылуына мүмкіндік берілмейді. G8, B4, B6, C1 және F4. H4 және тура C3. Осы жерде біз деген атақты Филидорды есімізге түсеміз. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен. F8, E3, алдық және тура G3. Бұл тамаша әдістердің бірі. Өтпелі шабуыл деп аталады. Бұлай алдық, шах және тура G8. Қалғаннан аса қызық емес, өткені Юй Яньи сияқты шахматшылар үшін бұл өте қарапайым дүние. Алдық, шах, бұлай және патша піл H3 және осымен ойын аяқталды. Өткені мат қойылады. Шах, E6 деген сияқты D7, F7 деген маттар болады. Тағы бір рет көрсетсем, ойынның басында сіздер міндетті түрде не істеу керексіздер? Фигураларды іске қосуларыңыз керек. 2697 рейтингіңіз болса да, бәрібір фигураларды іске қосу керек. Осыны ұмытпау керек.